Маған жиі қойылатын сұрақтардың бірі, мен тендермен айналысқым келеді, бірақ мен сонда жалдамалы жұмыстан кетуім керек пе? Тек қана тендермен айналысуым керек пе? Басқа кәсіппен айналыса алмаймын ба? Тендерге қатысу үшін сағат таңғы 9-дан кешкі 6-ға дейін отырамын ба? Бұның енді түбіндегі ой ол мен тендермен айналысам десем, барлық өзімнің жұмыстарымды қойып, тек қана тендермен айналысуым керекпін бе деген сұрақ қой. Сәлем, мен болашақ миллионерім. Сәлем, менің арнамның сүйікті көрермені. Сіздермен әдеттегідей мен Сәкен Сабина ханым, тендерлік алаңдарда 8 жыл тәжірибесі бар практик тендерщикпін. Бүгін біз өте қызықты тақырыпты талқылаймыз. Бүгін біздің бұл видео роликтің басты тақырыбы бұл тендер, ол қосымша табыс көзі. Негізі мен өзімді айта кетейін, енді білмеймін, сіздер білесіздер ма, білмейсіздер ма, бірақ кезінде мен республикалық арнада жұмыс істедім, актриса болдым, продюсер болдым, журналист болдым, редактор болдым. Мен телеарнада жұмыс істедім, бірақ ол жерде өкінішке орай ол менікі кінәлі емес, танымалдылық болды, бірақ өкінішке орай жалақысы өте аз болды. Енді менің өзімнің жеке историям дейді, оны білетін шығар, соны айтпай қояйын, бірақ ешбір адамға тендермен айналысатын болсаңыз, жұмысыңыздан шығыңыз деп ешкімге айтпаймын. Ондай кеңес мен ешкімге бермеймін. Себебі мен өз басым тендермен айналысқан кезде мен оны өзімнің жұмысымен бірге алып жүрдім. Мәселен, мен айттым, тендерлік алаңдар бұлар онлайн форматта 24/7 жұмыс істейді. Демек, сіз кез келген уақытта тендерге заявка бере аласыз. Сайт демалыссыз жұмыс істейді. Және де ешкім сізді қадағаламайды. Ой, мына кісі тендерлік алаңға сағат 9-да кірген жоқ, сағат 6-да шығып кеткен жоқ деген әңгіме жоқ. Ол өз еркіңіз. Тендерлік алаңға қашан кіресіз, тендерлік заявканы қашан бересіз, күндіз 12-де ма, түнгі 12-де ма, күндіз 3-де ма, болмаса түнгі 3-де ма, ешқандай маңызды емес. Ең басты заявка беріп үлгеру. Мәселен, менің өз басым, мен телеарнада жұмыс істеп жүріп, тендерлік алаңдарға шығып, тендерлерге қатысып, тендерлерді ұтып, оларды орындап жүрдім. Негізі ол тендерлік кәсіп, ол бастапқыда мен үшін қосымша табыс көзі ретінде болды. Кейін уақыт өте келе мен тендерлерден жақсы пайда таба бастадым. Ол бүйтіп, егер таразыға қоятын болсақ, менің жұмыстағы жалақым болмаса тендерден түскен пайда. Әрине, тендерден түскен пайда өте жоғары болғандықтан, мен тек қана тендермен айналысам деген шешім қабылдап, жұмыстан шығып кеттім. Себебі тендерлер көбейіп кетті, келісімшарттар көбейіп кетті, міндеттемелер көбейіп кетті деген сияқты. Бірақ бастапқыда бірнеше жыл мен тендерлермен жаңағыдай өзімнің жұмысымды бірге алып жүрдім. Кейбір адамдар, мәселен, жұмыс істемейді, үйде отырған аналар. Менде бірнеше шәкірттерім үйде декреттегі отырған аналар. Ол кісілердің жұмысы қандай? Күндіз бұлар үй шаруасымен айналысады, кешкісін бала шағасын ұйықтатып, тендерлік алаңдарға кіріп, заявка беріп, тендерлерді ұтады, күндіз соны телефон арқылы доставка жасатқызып, тендерлерін орындайды. Рас айтам, көрдіңіз бе? Демек, тендерге күнделікті 8 сағат бөліп, бұл міндетті емес. Күніне 1 сағат бөлесіз, 2 сағат бөлесіз, 3 сағат бөлесіз, бұл өз еркіңіз. Бастапқыда әрине тендерлік кәсіпті сіз қосымша табыс ретінде қарастырыңыз. Кейін уақыт өте келе тендерден жақсы пайда тауып жатсаңыз, әрине бұл жерде шешім қабылдау сіздерден ғана. Өздеріңіз шешім қабылдайсыз. Тек қана тендермен айналысам десеңіз, мархабат. Тек қана тендермен айналысыңыз. Егер де жоқ, мен жалдамалы жұмыс істеп жүріп, мен тендермен айналысам десеңіз, мархабат, олай да болады. Болмаса мен үйде отырып пайда табам десеңіз, өз еркіңіз, мархабат. Кез келген уақытта онлайн форматта үйден шықпай, сіз тендерлік заявка бере аласыздар. Мінекей, бұл сұраққа жауап осындай өзімнің жеке басынан өткен тәжірибемен бөлістім.
Демек, ол өзіңіздің шешіміңіз. Болмаса сіз, мен тек қана тендермен ғана айналсам, маған ешқандай қосымша жұмыс керек емес, мен жұмыстан шығам десеңіз, ол да өз еркіңіз. Болмаса тағы маған жиі сұрақ қояды кәсіпкерлер, менде кәсібім бар, мен сонда кәсібімді қоюым керекпін ба, тек қана тендермен айналысуым керекпін ба? Жоқ, наоборот, тендер бұл сатудың бір жолы ғана. Мәселен, мысал ретінде, бизнестің 3 сатысы болады. Бірінші сатысы бұл business to citizens деп аталады. B2C. Демек, мәселен, сізде дүкеніңіз болса, азық-түлік дүкеніңіз болса, мәселен, мен сізге келіп бір бөлке нан сатып алам, бір макарон, бір май сатып алам, сіздің сатқан чегіңіз кішігірім, демек, менен көрген пайдаңыз кішігірім. Бұл бизнестің сатысы business to citizens деп аталады. Екінші сатысы бұл B2B, business to business. Мәселен, сізде азық-түлік дүкеніңіз бар, менде асхана бар. Мен кәсіпкермін. Мен сізге келіп айтам, так, маған күнделікті 20 бөлке нан керек, осыншама литр май керек, осыншама шай керек. Мен күнделікті келіп алып отырамын, сіздерден келісім шартқа отырайық деп біз келісіп алатын болсақ, байқасаңыз, сіздің сатқан чегіңіз ұлғаяды, және сіздің пайдаңыз ұлғаяды. Үшінші сатысы ең биігі, бұл business to government, B2G деп аталады. Бұл жерде сізде сатып алушы мемлекет. Мәселен, сізде азық-түлік дүкеніңіз бар, сізге әрине қарапайым адамдар да келіп сатып алады, кәсіпкерлермен де келісім шартқа отыруға болады, және де мемлекетке сатуға болады. Мәселен, мемлекет 10 нан емес, олар 10 мың, 100 мың бөлке нан сатып алады. Байқасаңыз, сіздің чегіңіз өседі, оған қарағанда сіздің пайдаңыз да өседі. Неге сатпасқа? Неге қосымша табыс таппасқа? Мінекей ең жоғары сатысы бұл business to government деп аталады. Сондықтан да тендерді бастапқыда сіз қосымша табыс ретінде қарастырып, кейін бұл менің кәсібім, тек қана тендермен ғана айналсам десеңіз де, бұл өз еркіңіз. Мәселен, сізде азық-түлік дүкені бола тұра, сіз мәселен, мен дүкенде тұрып шаршадым, магазинді арендаға бере салам, тек қана тендермен айналсам десеңіз, бұл өзіңіздің шешіміңіз. Бірақ тендерден сізді ешкім шектемейді. Қаншама әрекет істесеңіз, соншама нәтиже болады. Қаншама тендер ұтсаңыз, соншама пайдаңыз ұлғаяды. Соншама есе пайдаңыз ұлғаяды. Мінекей бүгінгі тақырыбымыз осындай. Ал егер де сіз тағы да мен сұрақтарым қалды десеңіздер, онда бұл видеоның астындағы комментарийге өз сұрақтарыңызды жазсаңыз, біз міндетті түрде жауап беретін боламыз. Мүмкін сіздің сұрағыңызға келесі видеоларда толық жауап беретін болармыз. Және де егер де бұл видео сіздерге пайдалы болса, онда әрине біздің арнамызға жазылып кетіңіз, колокольчикті басып кетіңіздер, және де біздің келесі видеомызды міндетті түрде қараңыздар. Әрекетке берекет, әрекеттің түбі нәтиже, нәтиженің түбі береке. Әрекет жасаңыздар, кездескенше, көріскенше біздің арнамыздан алыстамаңыздар.